Ассалаумағалейкум, көрермен. 2022 жыл жаңа Қазақстан тарихындағы ең күрделі, бірақ маңызды жылға айналды. Өйткені елімізде түрлі оқиға орын алып, халық жадында есте қаларлықтай жыл болды. Атап айтқанда 5 маусым күні жалпы халықтық референдум өтіп, негізгі заңның 33 бабына 56 өзгеріс енгізілді. Ізін ала ұлттық құрылтай құрылды, әрі Қазақстан суперпрезиденттік биліктен президенттік классикалық билікке ауысты. Парламенттің күші күшейтілді. 2022 жыл тағы да қандай саяси оқиғалармен есте қалды? Қай салаларда өзгерістер орын алды? Осы сұрақтар төңірегінде ой талқылау үшін арнайы студиямызға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалым сарапшыларын шақырған болатынбыз. Ендеше таныс болыңыздар. Есенжол Қаниұлы, саясаттанушы, профессор. Дархан Мамытқанов, әлеуметтанушы, әлеуметтану ғылымдарының кандидаты. Ал құрметті ғалым сарапшылар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді айтып жатырмыз ғой, 2022 жыл өте күрделі болды. Және саяси өзгерістерге тола жыл болды. Мысалы, 2022 жылдың басы қасіретті қаңтар оқиғасымен басталды. Бүгінде сол оқиғаға тура бір жыл болды. Әлі күнге дейін тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Мемлекет тарапынан қаңтар оқиғасына баға берілді. Жалпы сіздер қаңтар оқиғасына қандай баға берерсіздер? Есенжол мырза, сізден бастайықшы. Енді жыл қиын басталды, 22 жыл. Қаңтар оқиғасы болды. Ол кезде әрине бір алаңдатылу жағдайы туылды, сасып қалған кездерде болды. Ал бірақ абыройымызға билік өз-өзін жинап алып, елдіге қайтадан тәртіпке тұрақтылық қалып келді. Ал бірақ әңгіме ол тұрақтылық қалып келген емес. Ол неден болды? Қалай болды ол? Кімдер тұрды? Олардың мақсаты не болды? Соны ойластырып қарасақ, біріншіден мен ойымша жеке президент Тоқаевтың айтқан реформалы, саяси реформалары, биліктің құқықтарын азайту, парапорлыққа, коррупцияға жолды жабу, әр билікте жүрген азамат осы елдің алдында есеп беруі, бұрынғыдай жаңағы шалқақтап жүретін жаңағы кезең кетті деген сөз болды. 21 жылы оны айтылып келді. Оның алдында пандемия болды, өздеріңіз білесіздер. Оның бәрі елдің арасындағы бір наразылық тудырып, сол кездегі жіберген қателіктер, кемшіліктер, сол әсіресе жаңағы карантиннің кезінде сол шыға бастады. Соның кезінде президенттің айтқан сөзі бар: саяси реформаларын ары қарай тоқтатуға біздің құқымыз жоқ, ал бірақ асықты жасауға болмайды деп. Саяси реформа деген ол көпшілікке шешімі тиетін зат емес па? Сол кездегі қаңтардың кезіндегі президенттің істеген бір үлкен мықты заттардың бірі, әр периодически келіп халықпен істеліп жатқан ісін айтып отырды. Сол кезде президенттің бір екі козыр пайда болды. Халықтың алдында оған сенім пайда болды. Екіншіден, халықта сол президентке үміт пайда болды. Үміт пен сенім. Дархан мырза, қараңызшы. Қаңтарға дейін Қазақстан әлемдегі ең қауіпсіз мемлекеттер қатарында болған екен. Global терроризм деген индекс рейтингісі бар екен. Сол жерде Қазақстан қауіпсіз мемлекеттер қатарында 91-ші орында болған екен. Ал қаңтар оқиғасынан кейін ол көрсеткіш төмендеген екен. Біз енді қаңтар оқиғасынан кейін білдік қой, жаудың жар астында, бөрінің бөрік астында жатқан сол кезде білдік. Енді жастарымыз радикалды идеяларға, арандатушыларға қарсы иммунитеті неге төмен деген сұрақ туады осы жерде. Біздер банағы бейбіт митинг деп басталған оқиға бүлікке айналып, лаңкестікке айналып кетті. Бұл жерде жастарымыз сол арандатушылыққа еріп кетті деген сөзде айтылды. Сонда айтамын да, мен 30 жылдың ішінде біз иммунитеті мықты, арандатушылыққа жол бермейтін жастарды неге тәрбиелей алмадық? Сол әлеуметтанушы ретінде айта аласыз ба? Енді жастардың қазіргі кездегі жағы осындай бір үлкен жағдайға
неғып кетуі көптеген факторларды келтіруге болады. Әрине олардың ішіндегі олардың жұмыс мәселесі, жұмысқа орналасу, жастардың қазіргі кезде мысалы көптеген жастардың жұмысқа орналасу мәселесі, мысалы дипломды алғанмен де, жоғарғы оқу орнында бітіргенмен де олар өздерінің мамандықтары бойынша көп жағдайда жұмысқа орналасу мүмкіндіктері бола бермейді. Олар басқа салаларға кетіп, басқа жалақысы төмен жұмыстарға барып орналасуы мүмкін. Бұл да былай қарап отыратын болсақ, жастардың болашаққа деген сеніміне кері әсер етуі мүмкін. Әрбір адамның, мысалы қарап отыратын болсақ, әділетті қоғамда өмір сүргісі келеді. Сол сияқты жастар да сондай бір әділетті жұмысқа қамтылған, жағдайы жақсы, қолайлы мемлекетте өмір сүру мақсаты үшін соған жағында сондай бір жағдайда болуы мүмкін. Бірақ мына жерде айтып кеткенде бізде де әлі де болса мынандай саяси мәдениет деп отырмыз, тағы да бір мәдениеттерді жоғарылату жағдайлары әлі де құқықтық сананы деп айтамыз, экономикалық мәдениетті, білім деңгейі деп айтып отырмыз. Білім мектеп қабырғасынан басталады деп отырмыз, мектеп қабырғасынан, жоғарғы оқу орындарынан деп айтып отырмыз. Сондықтан да жастарға осы білім деңгейін жоғарылату мәселесін әлі де көтеру керек сияқты деп ойлаймын. Себебі неғұрлым білімді жоғарғы болашағына сенімі жоғары мамандар, жоғарғы кәсіби деңгейде білім алған жастар ондай жұмыспен қамтылған болсын, әлеуметтік әл-ауқаттылығы, болашағы сенімі бар жастар болатын болса, бұндай әрекеттерге ілініп кету, бұндай қауіпті қатерлерге баруға жол бермейді деп ойлаймын. Сондықтан да қазір мысалы біздің ел президентіміздің алдыға қойып отырған мәселелердің бірі әрине жастардың жағдайын жоғарылату. Қазірдің өзінде қарап отыратын болсақ, көптеген билік орындарында жастардың қазір сайланып, жастардың билікке келіп жатуларының өзі біздің ел президентіміздің жастарға қолдау көрсетуінің бірден бір белгісі деп айтқым келеді. Өйткені жастарда біріншіден күш-қуат, энергия бар, оларда екіншіден креативті жаңадан бір жаңа ойлардың, жаңа идеялардың, жаңа қарқынның, жаңа Қазақстанның белгілі бір жағдайда ары қарай дамуына ең бірінші жастардың алатын рөлі өте жоғары деп айтқым келеді. Түсінікті. Ал Есенжол мырза, бүгін бас прокурор мәлімдеме жасап, сол жерде айтты. Қаңтар оқиғасына дайындық жыл бойы жүргізілген деді. Сіз қалай ойлайсыз? Мен келісемін ол мәліметімен. Басында баға бірден газға көтеріліп кету, осы жарасы жазылмай жатқан Батыс Қазақстанда басталғаны, ол себеп табу керек болды, бұзықтыққа шығу үшін. Енді ең халықтың сезетіні әлеуметтік жағдай ғой. Өзі күндегі машинасын заправка жасап жатқан газбен, олардың бағасы екі есе өсіп кеткен, халықтың арасында наразылық шығарады, ашулық шығарады. Сол себептен ол дайындалғаны рас, оған бір себеп керек болды, оған ұйымдастыру заттар керек болды. Жаңағы мәліметін бас прокурордың айтқандай, қару-жарақты алып келіп, оны әр секторларға бөлуі. Мысалға, сізге қазір пистолет беріп, әлде автомат беріп, ат десеңіз, сіз атамайсыз. Дайындығыңыз болмаса. Мына коктейль молотова дейді ғой, оны сізге беріп лақтырып, соны жақты деп көрсеңіз, сіз қолыңыздан келмейді. Оны үйрету керек. Армияға барғанда, армияда болған, армия қатарында болған азаматтардан сұрасаңыз, бірнеше уақыт керек дұрыс автоматқа патронын қою, оны ату, оны қалай пайдалану керек екен, оған уақыт керек. Сол себептен бұл жерде бөлімше болып, әр бөлімнің басқарушылары қаңтардың кезінде көрініп-ақ тұрды. Ал бірақ жұрттың біраз жерде аймақтарда шыққаны, әлеуметтік жағдаймен көңілі толмағандығы халықтың. Енді Есенжол мырза, Дархан мырза, енді расында қаңтар оқиғасы орын алды, кейін мемлекет басшысы мәлімдеме жасады, үкімет ауысты, жаңа Қазақстан құрамыз деді, әділетті Қазақстан деді. Одан кейін ұлттық құрылтай өткізді. Енді ұлттық құрылтай әр өңірлерде өтіп тұрады, Қазақстанда өзекті мәселелерді айтады деді, мүшелері де белгілі болды. Ұлттық құрылтайдан халық не күтеді? Әлеуметтанушы ретінде Дархан мырза, сізден бастайықшы. Құрылтай ол әрине бұл халықтың арасынан беделді және өте танымал, елге сондай белгілі халық сайлаған, халықтың таңдауы осы адамдарға деген сенімі жоғары адамдардың қатарынан болу керек деп өзім
сондай адамдар тарапынан жинақталып жатыр, болады да болашақта жаңадан бекітіліп жатыр ғой. Бұл енді құрылтай әрине бұл ең біріншіден осы қоғамдағы әлеуметтік өткір мәселелерді көтеру керек. Халықтың өте бір келешекке деген стратегиялық болашақта осы Қазақстанды ары қарай халықтың әл-ауқатын жоғарылатуға бағдарланған алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарына шығаратындай үлкен ауқымды проблемалар төңірегінде ой талқы салып, әртүрлі адамдардың пікірлерін тыңдап, сол жинақталған пікірлерді өңдеп, сол өңделген пікірлер нәтижелердің негізінде қорытынды шығара отырып, және адамдардың өздерінің әртүрлі пікір айтылуы мүмкін, сол пікірлердің негізгі тоғытері былай қарап отыратын болсақ, ол Қазақстанның болашағы, Қазақстанның әлеуметтік әл-ауқаттылығын жоғарылату, жақсарту, халықтың жағдайы. Бұл жерде енді бұл құрылтай мәселесі әрине тек ол сөз жүзінде ғана немесе қағаз жүзінде ғана қалып қоймау керек. Бұны ары қарай дамытып, бұл мемлекеттік билік органдарымен қатар бірлесе отырып жұмыс жасаған жағдайда ғана ол өзінің нәтижесін береді деп айтқым келеді. Себебі бұл құрылтайды ол халық ішінен таңдалады, үлкен беделді, өте білікті, өз тарапынан тәжірибесі мол адамдар тарапынан болғандықтан, сондықтан да әр нәрсенің бәрін егжелеп, талдап, соның кейін барып қорытынды шығара отырып, халықтың жағдайын жақсартуға мемлекеттің біздің президентіміздің алдыға қойып отырған мәселелердің бірі, бір жақты емес мәселені жан-жақты талдап, талқылап, тек қана халықпен ғана емес, сонымен қатар халықтың таңдаған адамдарымен бірлесе отырып шешу, бұл әрине дұрыс шешімді қабылдауға мүмкіндік береді деп айтқым келеді. Сондықтан да болашақта құрылтайдың мәселесі өткір мәселелерге байланысты болу керек. Халықтың ойынан шығатындай, яғни былай қарап отыратын болсақ, бүкіл халық қандай мәселе көтеріліп отыратын болса, соны дөп тауып, талдап, соның негізінде әртүрлі зерттеулерді жүргізіп, әлеуметтанулық зерттеулер болсын, экономикалық, саяси зерттеулердің негізіне сүйене отырып, жан-жақты тек қана құрылтайдың негізінде ғана емес, билік органдарының, адамдардың, сарапшылармен бірге, сонымен зерттеу орталықтарының күшін пайдалана отырып, осы мәселені бірлесе отырып шешкен кезде, біздің мемлекетіміз жағында әртүрлі болған оқиғаларға қатысты қиындықтардың болмайтындығына сенім білдіргім келеді. Сондықтан да әрине бұл мәселелерді халықтың ішінде, халықтың жағдайынан хабардар, халықтың ішіндегі адамдар тарапынан сұрастыра отырып зерттеу әрине өте маңызды. Есенжол мырза, өткен жылы саяси өзгерістердің бірі Қазақстан суперпрезиденттік биліктен президенттік классикалық билікке ауысты. Одан кейін парламенттің күші күшейтілді. Саясаттанушы ретінде сіздің пікіріңіз? Конституция бар. Конституцияда сол бір лауазым деп айттық, бізде президент басқарады, соның бастаушымен мемлекет басшысы, ол үкімет атқарушы билік бар және парламент бар. Қаншама әділетті адам келгенімен жүйе бір-бірін ұстап отырып, бір-біріне қосып отпаса үлесін. Бір адам қанша ақылды болса да пенде ғой. Сол себептен қоғамның қайталайын белсенді қатысу керек. Қоғамды қалай қатыстыруға болады? Парламент арқылы, жергілікті мәслихаттар арқылы, олардың жаңағы азаматтық қоғамның институттары арқылы, олармен билікпен жаңағы осы азаматтық қоғамның институттарының арасында байланысы. Бірін-бірін естілетін мемлекет деген, сол ана проблеманы көтергенде мынаяқ есту керек. Және олардың бір құқықтары бар, өзінің нақты қойылған жауабына, нақты сұрағына нақты жауап алу керек. Ал президент деген енді ең бірінші баста конституциямыз жазғанда ол біздің ата заңымыздың кепілдігі. Кепілдігін сақтайтын адам ғой. Сол себептен суперпрезиденттік, классикалық президент емес, біз мынандай үлкен байтақ жерде осы былтыр өткен жылда айтып отырмыз ғой, 3 жаңадан аймақ қосылды, 20 аймақ болды. Ұлытау, Абай ауданы, Жетісу. Ал енді ол не дейсіз ғой, жергілікте басқару, мемлекет басқарушы халыққа жақын және жаңағы оперативтік жұмыс жасауға лайым болып тұру керек.
адамның барып жаңағы мемлекеттік қызметтен, мемлекеттік қызметшілерден өзінің сұрақтарына жауап алу, барып сұрағын шешу оңай болу керек. Енді ақпараттық қоғамда келіп жатыр, аппараттық коммуникативті технологиялар келіп жатыр, ол бірақ қой. Ал бірақ билік жақын. Сол себептен мынау 20 жаңа аймақ болды. Аймақтық басқарудың рөлін көтеруіміз керек. Жаңағы жергілікті бюджеттің өздерінің құқығы болу керек құруға. Ол жаңағы олардың жаңағы халықтың алдында жауапкершілігі болу керек. Жауапкершілік қалай туылдырады? Халықтың өкілдері ол мәслихаттың депутаттары. Мәслихаттың рөлін көтеру керек. Ол жаңағы атқарушы билік әкімдердің істеп жатқан жұмыстарына қадағалап бөлінген бюджеттің ақшасын үнемді жаратуға, соған бақылауға құқығы болу керек. Республика бойынша бюджеттің жаңағы пайдалануы, үкіметтік құруы, соның бақылауы біздің парламентқа келу керек. Сонда бірін-біріне жаңағы қосымша қосып отыр, бірін-бірін бақылап отырғанда ел алдыға қарай дамиды. Бәсекелестік, мысалға біз қазақпыз ғой. Мына бәйге қосатын атты күнде баптап отпаса, ол ертең жүгіре алмай қалады. Ол сен мықты ат екен, ол жаңағы бағайық қосып, одан артық жоқ деп жатсаң жүгіре алмайды. Сол сияқты бізде билікте отырғаннан күндегі жаңағы жұмысында ол мазасын таппау керек. Күнде ізденісте болу керек. Қоғамның жаңағы көзқарасында, бақылауында болу керек. Оны істеліп жатқан жаңағы саяси реформа соған шақырып отыр ғой президент Тоқаев. Менің ойымша, қаншама күшті президенттік билік болса да, ол президентті жаңа Тоқаевтың сөзімен айтқандай, мен осы сайлаған мерзімім арқылы мен сол халықтың осы біздің шаруашылығымызды басқарсын деп шақырған менеджер деп санаңыздар. Басқарушы, әділеттікке шақыратын, заңды орындататын, заң арқылы жұмыс істететін азамат болып табылу керек. Сонда ешкім іздемейді суперпрезиденттік, әлде парламенттік басқару емес, парламент арқылы үкімет құрылады. Сол себептен мен жаңа ойымды түйіндеп тоқтатайын деген, президент те керек, үкімет те керек, парламент те керек, сот жүйесі те керек, бірақ әрқайсының өзінің орны, құқы заң арқылы орындап, одан артық бір қадам ешкім кетуге құқы болмау керек. Президент сайлауы өтті, кезектен тыс, референдум өтті. Бұл енді барлығы саяси науқан. Бір жылда 2 саяси науқан өтті. Енді былай қарап көрсем, мен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы 2022 жылы теледидар арқылы халыққа 7 рет үндеу мәлімдеме жасаған екен. Бұл көрсеткіш, енді басқа жылдармен салыстырғанда едәуір үлкен, көп. 7 рет шыққан екен. Бұл әлеуметпен, халықпен президентті арасындағы байланыс арттыруда сеп бола ма? Мен сіздің сөзіңізді қолдап отырып, мынау мысалды келтірейін. Америка құрама штатында ұлы депрессия болған кезінде, сол кезде мемлекетті басқарып келген Рузвельт болған. Сол Рузвельт мырза аптасында 1 рет ұлтқа шығып, не істеп атқанын, қандай қадамдар жасап атқанын, осында ол неге алып келетін, күнде ұлттың алдында есеп беріп, жаңағы бағдарлама жасап атқан, ақпарат жасап атқан. Сөйтіп, ұлы құрама штатын, Америка құрама штатын ұлы депрессиядан алып шықты осы президент. Менің ойымша 7 рет шықты дегені, мынау 2 саяси науқан өткені, ол біздің мемлекетімізде проблемалардың көбейгені деп ойлаймын. Ол жаңағы тоқтатуға болмайтын, уже одан тоқтауға жаңағы біздің құқымыз жоқ екенін көрсеткісі отыр. Менің ойымша әлде алдымызда президенттің жаңағы елдің алдына шығып істеліп жатқан көп заттар туралы айтатын сияқты, және бәрі құлаққа жағатын жағдай емес, кейбір кезде мүмкін бір кезеңдерде жақпайтын жағдайды айтатын шығар. Жаңағы ауыртпай жаңағы адамды емдей алмайды дейді ғой докторлар. Сол сияқты қоғамда біздің әлі ауруы бар, экономикамыздың ауруы бар, әлеуметтік жүйенің ауруы бар, саяси жүйенің ауруы бар. Соны шешу үшін кейбір кезде популярдық емес шешім қабылдау керек болады. Дархан мырза, қалай ойлайсыз? Бұл жерде жағы әрине халықпен бірлесіп, халыққа жағы әрдайым халықтың осы істеліп жатқан істер туралы хабардар ету,
ол әрине тек қана президенттің осындай үлкен науқанды мәселелерде халықтың алдына шығып жағында болып жатқан мәселелерге қатысты өзінің ойларымен бөлісуі бұл халықтың сенімін ары қарай жоғарылатады деп ойлаймын. Себебі әрбір жасалып жатқан істің оның халыққа жетуі тікелей жеткізілуі және тек қана жаңағы бір қалыпта ғана емес, оны қазіргі кезде дамыған заман ғой, ақпараттық технология мүмкіндіктерінің дамыған заманда міндетті түрде әрбір адамның, әрбір қазіргі кезде қарап отыратын болсақ, жаңағы ақпаратқа деген мүмкіндік өте жоғары. Сондықтан да бұл ақпаратты ашық, жария, толық және жеткілікті тұрғыда жеткен жағдайда бұл халық соны қабылдап, оның ары қарай нәтижесін көрсетуге қызмет атқару керек. Содан кейін барып жаңағы осы ақпараттың қандай мәселелер алға қойылды, қандай мәселе шешілмей жатыр, бұны тек қана бір адам ғана көтеру жеткіліксіз деп ойлаймын. Өйткені бір адамның ғана қолынан келетін емес, бұл ел президентімізге әртүрлі жастардың қасында жүрген, басқа да жергілікті атқару мекемелері, мәслихат, үкімет деп отырмыз, басқа да ұйымдардың, үкіметтік емес ұйымдардың бірлесе отырып халықтың мәселесін шешіп, оның қалай шешіліп жатқандығы туралы есеп беріп, халықтың алдында есеп беріп, және оны ары қарай болашақта осы уақыт аралықтарында қаншалықты жұмыс атқарылды, және ол қалай болады болашақта, және оны қалай шешуге болады деген сияқты мәселелерді көтерген жағдайда біз ары қарай елімізді ары қарай жоғарылатуға мүмкіндігіміз болады. Оны айтып қойып, сөз ойында ғана айтылды, теледидардан көрсетілді, тек қана болды, бітті деген мағына болмау керек. Оны ары қарай жеткізетін, ары қарай осы жұмысты атқаратын белгілі бір осыған жауапты адамдардың болуы әрине бұл жұмысты ары қарай толық шешілуіне мүмкіндік береді. Қаншалықты шешілді, шешілмеді, бәрі қағаз жүзінде қалып қалды ма, әлде өтірік болып жатыр ма, соның бәрін айқындап халықтың сенімінен шыққан жағдайда ғана, болмаған жағдайда қандай жағдай жеткіліксіз, ауыр саясатта, экономикада, әлеуметтік түйткілді мәселелерді шешімі табылған жағдайда ғана біз мемлекеттік билік халықтың сенімі жоғарылайды. Халықтың сенімінің жоғарылауы ол әрине билікке қолдау көрсетудің де жоғарылауына алып келеді. Ал билік пен халықтың арасындағы қарым-қатынастың ынтымақты және бірлікті болуы әрине бұл еліміздегі жағдайды дұрыс шешімін табуға көптеген мүмкіндіктерді бағдарламаларды ашуға жағдай жасайды. Ақшаны қай жаққа жіберу керек, қалай жұмсау керек, қалай орындату керек деген мәселелерді әрине бұл көппен, халықпен және осы жағдайларды көтеріп отырып жұмыс атқарған өте дұрыс деп айтқым келеді. Сондықтан да мен тағы бір қосарым, қазіргі кезде ақпараттық технология мүмкіндіктерінің заманы ғой қазіргі кезде. Әрине бұл сараптама жасау керек міндетті түрде. Ақпараттық сараптама, әртүрлі ақпараттан алған нәрселерді, мысалы қазіргі кезде жастарымыз біз алады, оқиды, қарайды, басқалай түсініп қалуы мүмкін. Сондықтан да оның толық жеткілікті тұрғыда болу, сол жердегі мамандар тарапынан, соған жауапты адамдар тарапынан толық түсінікті тұрғыда жан-жақты жеткізген жағдайда ғана мен ойлаймын, ол дұрыс өзінің кімге бағытталған соған жетіп, және ол дұрыс орындалады деп айтқым келеді. Ал енді ғалым сарапшылар, қорытындылайық. Енді 2022 жылға тоқталдық қой, енді барлық оқиғаны қамту енді бағдарламамыз уақыты да жетпейді. Бірақ енді ең өзекті үлкен саяси науқандарға тоқталдық. Енді 2023 жылы басталды, өздеріңіз білесіздер, кеше ғана осы 5 министр ауысты. Оның ең жасы, қазір министрдің ең жасы 30 жаста. Бұл енді жастардың билікке келуі, жаңа тенденцияның келуі, жаңа лептің келуін бір көрсетеді. Одан кейін қаңтар оқиғасына 1 жыл болып жатыр. Енді алдағы уақытта мәжіліс депутаттары сайланады. Жалпы сіздерге ортақ сұрақ, қорытындылайық, бір қысқа нұсқа пікірлеріңізді білдірсеңіздер. 2023 жылдан халық не күтеді және қандай саяси өзгерістер болуы мүмкін? Мен ойымша үлкен науқан саяси, ол парламенттің депутаттарын және жергілікті мәслихаттардың депутаттарын сайлау. Соның нәтижесі халықтың көңілінен шығу керек. Ол сайлау халықты біріктіретін саяси іс болу керек. Екіншіден, Россия мен Украинаның арасында болған жағдайға байланысты біздің елге осы жаңағы алдымызға қойған жобаларға, мақсаттарды орындау үшін тұрақтылық, тыныштық керек. Бейбітшілік керек. Соған осы ел болып, жұрт болып, өзіміз қызмет жасауымыз керек. Жаңағы тағы да президент Тоқаев мырзаның айтқан сөзіне сүйеніп отырып айтайын деген,
бәрі өзіміздің қолымызда. Еліміздің болашағы да, еліміздің дамуы да өзіміздік азаматтық позициямызға байланысты. Соны ұмытпауымыз керек. Рахмет Есенжол мырза. Алдархан мырза, енді 2022 жылға өкпе жоқ, 2023-тен үміт көп дейміз ғой. Енді 22 жыл өте өзгерулер, реформалар, жаңа бір лектерді әкеліп, үлкен бір өзгерістер жылы болып есептелінеді. Сондықтан да енді менің ойымша жаңа жылда осы бастамалар ары қарай өзінің орнын табу керек деп айтқым келеді. Ел президентіміздің алға қойған стратегиялық бағдарламалары жүзеге асыру үшін барлық адамдар, барлық осы билік орында отырған болсын, кез келген Қазақстан азаматы атсалысу керек деп айтқым келеді. Атсалысқанда қалай атсалысу керек? Қарапайым қатардағы азамат атсалысу, ол адал еңбек ету, өзінің білімін ары қарай жетілдіру, жоғары кәсіби деңгейде сол өзінің қалаған бағытында жұмысын орнында үлкен жетістіктерде табысқа қол жеткізу, өзінің отбасы жағдайларын жақсарту, әл-ауқаттылығын жақсарта отырып, өзіне деген сенімі жоғарылап, халық пен мемлекеттің алдындағы сенім әділетті, адал және айқын болған жағдайда мен өзім ойлаймын, болашақта ары қарай дамуға деген үлкен өзгерістерге, үлкен сенімдерге, үлкен жаңа бір жағдайлардың өзгерістердің жағымды халықтың ары қарай дамуына, үлкен өзгерістердің болуына сенім артқым келеді. Әрине бұл жағдайда жастардың жағы билік басына келуі, оларды қолдауы, сонымен қатар ары қарай жастардың ары қарай техникалық мамандықтарды, технологияны дамыту деп отырмыз ғой. Халықтың ең алдымен мемлекеттің алдында тұрған мәселелердің бірі ғылым, білім және мәдениетті ары қарай дамытқан жағдайда ғана біз дамыту ары қарай жүйелі және толық жан-жақты болған жағдайда ғана ол арасында, халық пен биліктің арасында өзара ынтымақтастығы, өзара келісімі жүзеге асырылған жағдайда үлкен жетістіктер, үлкен өзгерістер болатынына сенім білдіруге болады деп айтқым келеді. Ал құрметті ғалым сарапшылар, студиямызға келіп ой пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін бек рахмет. Аман сау болыңыздар.